Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күздік салаттың рецебін ұсынғалы тұрмын. Бұл салаттың ерекшелігі көкөністерді қуырып жатпайсыздар, барлық заттарды турап банкаға саласыздар. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, барлық жасалу жолын сіздерге асықпай көрсететін боламын. Ең алдымен 800 грамм қырыққабатымызды, яғни капустаны жіңішке етіп турап аламыз. Егер сіздерде шинковка, яғни ұсақтағыш құрылғы болса, сол құрылғыдан өткізіп алсаңыздар болады. Келесі 800 грамм тәтті болгар бұрышын лечоға турағандай үлкен етіп турап алдым. Қатып қалған қағида жоқ, егер сіздерге ұзын жолақтарға тураған ұнайтын болса, солай турап алсаңыздар да болады. 3 дана пиязымызды жіңішке етіп турап аламыз. Достар, қазақ тілді каналдың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасында басып, тіркеле кетулеріңізді де сұраймын. 800 грамм қиярды арнайы салат кескіш құрылғымен кесіп алдым. Егер сіздерде бұндай құрылғы болмаса, пышақпен де кесіп алсаңыздар болады. Бір үлкен немесе мен секілді 2 кішкентай ащы бұрышты да майдалап кесіп турайсыздар. Корей салаттарына арналған үккіштен 500 грамм сәбізімізді өткізіп аламыз. Сәбіздерді үккіштен ұзын етіп өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Енді бір келі қызанағымызды қатты ұсақтамай артық жерлерін алып тастап, орташа етіп турап аламыз. Қатты майда болса қызанақтарымыз езіліп кетеді, сол себепті орташа етіп турап алғандарыңыз дұрыс. Енді сарымсақты самсақ езгіш құрылғыдан өткізіп аламыз. Бұл жерде бір бас, яғни бір дана сарымсақ пайдаланасыздар. Сарымсақтың көлеміне қарай ол 50-70 грамм болуы мүмкін. Қалауларыңызға қарай бір бума аскөк пен ақ желкенді майдалап турап қосасыздар. 9% сірке суынан 70 мл қосамыз және сұйық майдан 150-200 мл шамасында қоса берсеңіздер болады. 3 ас қасық қант және 4 ас қасық тұз қосып, жақсылап асты-үстін қозғап араластырамыз. Енді салатымыз басылып және аздап шырыны бөлінгенше 2 не 3 сағатқа қойып қоямыз. Менде 2 сағат шамасында салатым осылай басылып, өзінің шырыны әдемі болып бөлініп шықты. Енді стерилданған банкаларымызға салаттарымызды нығарлап салып шығамыз. Бөлініп шыққан шырынын барлық банкаларымызға бірдей етіп құйып шықтым. Енді осы банкаларымыздың үстіне стерилданған қақпақтарымызды толығымен жаппай жауып шығамыз. Кастрөліміздің ішіне міндетті түрде сүлгі төсеп, банкаларымызды қойып, үстіне мұздай суды иығына дейін толтырмай, иығына дейін келтіріп құйып шығамыз да қайнағаннан кейін 30-40 минут шамасындай қайнатамыз. Егер сіздерде 700 граммдық банка болатын болса, онда 20 минут шамасында қайнатасыздар, ал егерде 2 литрлік банка болса, онда 50 минут шамасында қайнату керек. Банкаларымыз толығымен қайнап болғаннан кейін закруткамен, яғни банка жапқыш құрылғымен жауып шығамыз. Банкаларымызды төңкеріп, көрпе астында толығымен суығанша ұстаймыз. Осымен біздің өте дәмді болып шығатын күздік салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Рецептім ұнаған болса, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді күтемін. Міндетті түрде әр пікірге жауап беретін боламын. Сіздермен болған Нұржамал.